Ассалаумалейкум, дагы бир жолу урматтуу Бишкек кабар YouTube каналынын каттаанчылары. Эми ушул сиздердин сурооңуздар боюнча кезек навесасындагы көңгү базарда биз навестин сыртындагы жол тандамастарды тартканбыз. Эми биз навестин ичиндеги жол тандамастардын бүгүнкү күндөгү бааларын билебиз. Баарыңыздар жакшы билесиздер, бул жерде дагы өтө көп жол тандамастар келет. Транзит номерде дагы Америкадан дагы, Россиядан дагы, ар кайсы жактан келет. Видеону аңына чейин көрүп, биз менен чоң болуп туруңуздар. Биз бааларын билебиз. Бүгүн 31 июл 2021 жыл. Авторунок Бишкек. Бул жерде кара түстө гелк. Жылы 2006, объем 5 газ бензин, 124 000 км жүргөн. Баасы $40 000. Бир хазяин экен. 8-цилиндр компрессор. Lexus GX 460 Европеец, жылы 2010. 4.6 8-цилиндр, коробкасы автомат 6 ступка, пробег 110 000 км жүргөн, баасы $29 000. Кара түстө. Дөңгөлөктүн размери 18. Lex Annex 200 автонасы, жылы 2015 жылы чыккан, объем 2 автомат, $31 000 дейт. Астында люк дагы бар. Калифорния штатынан келген. Кара түстө Toyota Highlander, жылы 2011, 3.5 автомат, 167 000 км жүргөн. Кыргызстандан биринчи хазяин экен. Баасы $21 900. Отуруштары кара түстө кожа. Задний камерасы бар. Серебрясый түстө Lexus 2012 жылы чыккан. 5.7, 138 000 км жүргөн. Кыргызстанда биринчи хазяин. Оформление бул элек. Баасы $44 000. Өтө состояниясы жакшы экен. Сыртынан караганда бир да жеринде бир кичинекей болсо дагы чыйылган жерди таппайсың. Абалы өтө жакшы. Дөңгөлөктөрү дагы почти 90-95% экен. Кышкы. Дагы бир серебрясый түстө Toyota Land Cruiser 200, жылы 2015 жылы. Европеец рестайлинг, 64 700 км жүргөн. Пробег оригинал дейт. Россиядан келген, растаможка оформление болуп тур. Баасы $58 700. Номерин жазып алсаңыздар болот. Дагы бир кара түстө Lexus 560, жылы 2010, 170 000 км жүргөн, 5.7 бензин, газ жок, баасы $34 500. Бул жакта кытайлар жүрөт, деп бир нерсе сүйлөп. Биз жакта Кыргызстанда ушундай чоң бизнесмендер бар. Алардын көбү кытайлар болуп калды. Түрктөр, кытайлар, орустар азыр базарда жүрүшөт. Машиналардын бааларын көрүп. Белый жемчуг Toyota Highlander, жылы 2011, рестайлинг, монитор, кожаный салон, push start, 4WD, 3.5. Юритай мотор $22 900.
Toyota Land Cruiser Prado 150 жылы 2014 жылға шыққан, объем 4 VVTi, европеец. Push старт, камера 360 градусов, черный кожаный салон, автомат режимі бар, подогрев сиденья, $36,800. Обмен бар екен. Сіздер зерігейіп қалмаңыздар, құрметті көрушілер. Бұл жерде жалаң ғана Toyota мен Lexus'лер тартып өткен сайын депші. Ал жақта BMW-ларда тартамыз, башқа маркадағы уналарда тартамыз қазір. GX470 жылы 2008 жылғы рестайлинг. $27,800. Обмен бар екен. Ақ түсті дағы бір жақша балда LX570 2014 жылғы рестайлинг. Полный комплектация, европеец. $54,200. Отырыштары қара түсті кожа. Задний камерасы бар. Дөңгелектері жайқы, протекторы почти жаңы. Жаңағы көрсеткен LX570-тің қара түстегісі өте состояниясын жақсы. Жылы 2014 5GT европеец. $50,500. Номері жаза алсаңыздар болады. Салоны қара түсті кожа. Toyota Land Cruiser 105 серия, заводской деді. Жылы 2002, 4.5 бензин, 5 ступка механика. Басы $16,500, номері 555, 2235 55. Қара түсті Mercedes ML 300 дизель, жылы 2014 жылғы, Кореядан келген, $23,500. Салоны қара түсті кожа. Тағы бір ақ түсті Mercedes ML. Бұл GL 500 екен, 175,000 км жүрген. Жылы 2012 4 автомат, $35,500. Бұлдағы салоны қара түсті. Lexus GX қара түсті. Жылы 2008 4 автомат, басы $25,500. Дөңгелектері ұшында. Қазір бұл жерден біраз қараңғы болып жақсы көрінмей жатады ұшады экранға. Сондай тағы бір GX көрсетеміз. Жылы 2009 4 автомат, 128,000 км жүрген, родной краскада. $26,500. Салоны сырты қандай болса, içi дағы шындай сөйтті екен. Серебристый кожаный салон. BMW көк түсті. Қырғызстаннан жүрген емес. 150,000 км. Пробег оригинал. Жылы 2005 44
Гаражный хранение деді. 18.500 доллар. Родной краска. Калифорния штатынан келіп тұр. Номерін жазып алсаңыздар болады. 44. Азыр бұл жерде біраз қараңғыдай болып көрініп жатады сіздерге. Кузов жағынан айта кетсек, свежий келгеніне байланышты гараждарда тұрған дейді. Анан крыло бампер ешіктерінде сызылған жерлер жоқ. Тақыр, тап-таза. Nissan Patrol. Пробег 125 000 км жүрген. Мотор 4.5 бензин, родной краска. 17.500 доллар. Бар іштейді дейді.